Теңіз кен орнында қауіпті індетті жұқтырғандардың саны 1000-ға жуықтап қалды. Осылай жалғаса берсе, мұнай өндірісі тоқтап қалмай ма? Онда еңбек етіп жүрген жұмысшылардың жағдайы қалай? Осы және өзге де сұрақтардың жауабын білу үшін біз Қазақстанның мұнай сервис компаниялар одағының бас директоры Нұрлан Жұмағұловпен және Атырау облысы әкімінің орынбасары үкіметтік комиссия мүшесі Бақытгүл Хаменовамен байланыстық. Армысыздар? Қайырлы күн. Алғашқы сұрақ Нұрлан мырзаға. Еліміздің бас санитар дәрігері Айжан Есмағамбетова теңіз кен орнында вирус жұқтырғандар көбейетін болса, онда кәсіпорын мәжбүрлі түрде жабылуы мүмкін деді. Бұл өндіріс тоқтайды дегенді білдіре ме? Жоқ, бұл тек қана қазіргі таңда болашақ кеңею жобасы жүріп жатыр, 38 миллиард долларлық. Ондағы жұмыстар тоқтайды, бірақ жалпы мұнай өндірісі тоқтамайды. Ол автоматты түрде жүргізілген, оны тоқтау мүмкін емес жалпы алғанда. Бірақ құрылыс жұмыстары тоқтайды. Бүгінгі таңда 15 мың адам өздерінің үйлеріне жеткізілген болатын, 2000-ға жуық адам әлі жұмыс істеп жатыр. Енді солардың жұмыстарын тоқтатады. Тек қана құрылыс саласын тоқтатады. Бірақ жалпы мұнай қалай өңделіп жатты, солай ары қарай жалғаса береді. Түсінікті. Енді екінші сұрақты Бақытгүл Қайыржанқызына қойсақ, үкіметтік комиссияның жоспары қандай? Сол туралы айта кетсеңіз толықтырып. Қайырлы күн. Біздер енді облыстық Атырау облыстық штабтың мүшесі ретінде менің енді айтарым, біздерде кеше осыдан біз 2-3 күн бұрын осы теңіз қалашығының басына Атырау облысының өкімімен 2 орынбасарымыз қосымша денсаулық сақтау басқармасынан мынау тауарлар және қызметтердің қауіпсіздігін қарау жөніндегі басқармалардан санитарлық дәрігерлер және Нұр-Сұлтан қаласынан комитеттің төрағасы орынбасары бірнеше адам өзінің құзыреттілігіне байланысты осы жерге теңіз қалашығына келіп жай-жапсармен танысып біліп жатырмыз. Соның ішінде күні кеше біздің Атырау облысы әкімі Махамбет Жолдасқалиұлы да осы теңіз кенішіндегі жағдайлармен танысып қайтты. Жалпы 14 мамыр күні облысымызға арнайы келген Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Ералы Лұқпанұлы Тоғжанов мырзаның да алдымызға бірқатар тапсырмаларды қойған тұғын. Соның ішінде осы жалпы жағдайды жақсарту мәселесі. Бүгінгі таңда жалпы республика бойынша осы жерде бір жаңсақ пікір кетіп жатыр. Жалпы біздерде облыстағы шыққан 800-ге жуық науқастың 700-ден астамы осы теңіз қалашығына шығып отыр. Сондықтан да және өзге облыстарға бұған дейін бірінші демобилизациямен 19 мыңға жуық, жалпы 17 мың ресми түрде тіркеліп, мына облыстарымызға күнне біртіндеп демобилизацияға шығып жатқан адамдар санынан анықталған науқастар бұлар. Бүгінгі таңда бұған дейін де әрине өкінішке орай манағы 94 теңіз қалашығында вахталық қалашық бар. 94 қалашықтың ішінде 500-ге жуық компания қызметкерлері қызмет етеді. Бұның ішінде бір ғана Атырау емес, жалпы бір ғана Қазақстан емес, жалпы жер шарының түкпір-түкпірінен келген азаматтар. Сондықтан да әрине алдымен кішкене салғырттық, баяулық көрініс берді, сенбесті көрініс берді. Соның өзі кейде бір-біріне әсер еткендіктен осындай біртіндеп сандар шыға бастады. Соның ішінде тек қана демобилизациямен, сонымен қатар манаға қызметкерлерді скринингтеу шарасынан да бұл науқастардың санының артып отырғаны осындай. Сондықтан да бүгінгі таңда теңіз қалашығында жағдай 100% керемет демесек те жағдай тұрақты. Зауытты жауып немесе ауруларды асқындыратындай бұл жерден белең алып тұрған мәселені көріп отырған жоқпыз. Қазір бұл жерде әрбір қазақтың, әрбір осы Қазақстанның азаматы нәпақасын тауып отыр. Сондықтан да әрине алдын ала жасалып, мерзімі біткен мына азамат айтқандай, Нұрлан мырза айтқандай, шынымен де манағы құрылыс жұмыстары аяқталған мердігер компаниялар бар. Бірақ теңіз қалашығындағы ол мұнай өндіру жұмыстары тоқтайды деген менің пікірімше енді мамандар айтып отыр, өзіңіз естігенде жаңсақ пікір. Сондықтан да бүгінгі таңда жағдай бірыңғайланды. Азаматтар бұл індеттің қаншалықты қауіпті екендіктерін саналармен сезінуде. Манағы теңіз қалашығындағы мердігер компаниялар өздері бұған мұрындық болып отыр, жалпы істің оңды түрде нәтиже алынуына. Қарапайым ғана маскымен қорғаныш костюмдерін киюден де басталып отыр. 1000-ға жуық, қазір 3000-ға жуық карантиндік орын ашылып отыр. 400-ге жуық инфекциялық аурухана ашылып отыр осы теңіз қалашығының басынан. Сондықтан да жұмыстар жүйелендіріп жатыр, менің айтқым келгені.
Рахмет. Жалпы кен орнында қазір қанша жұмысшы бар? Олардың қаншасы үйлеріне қайтып үлгерді? Мысалы, ресейлік кеше қазіргі таңда сауалыңызға рахмет. Қазіргі таңда біздер енді 17 мың мен 19 мың арасында бірінші демобилизация кетті деген күннің өзінде бүгінгі таңда қазіргі соңғы мәлімет бойынша Теңізшевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 21.284 адам осы жерде қалып отыр. Енді бүгінгі үкіметтің қорытындысы қалай нақтыланып хаттамаға бекітіледі, сол хаттамаға сәйкес рұқсат берілген жағдайда екінші шығарылымға 7522 адам дайындалып отыр. Солардың арасындағы шетелдіктер мен қазақтар қанша? Біздің отандастарымыз. 21.284-тің қазіргі таңда анықталып жатыр, бірақ 7522 шығарылатын демобилизацияға жатқызылатын адамдардың 4340-ы өзге облыстардан, 3209-ы Атырау облысынан. Атырау облыстан шығатын біздің азаматтарымыздың барлығы да ПЦР тесттен өткізіліп, арнайы стационарларға жатқызылады. Ал шетел азаматтары қазіргі таңда мысалға 3000-нан 5000 арасына дейін болуы ықтимал, бірақ бүгінгі таңда ол шетел азаматтарының сандары да жүргізілді. Бірақ демобилизацияға жататын шетел азаматтары 1300-дің шамасы. Түсінікті. Енді жалпы өз елдеріне кетіп қалған жұмысшылар болашақта қайтадан келмей қоюы мүмкін ба біздің елге? Әрине, бұған дейін біздер Атырау облысы әкімі Махамбет Жалдасқалиұлының қатысуымен, басшылығымен теңіз қалашығындағы Теңізшевройл компаниясының бас директоры Эмир Боннерханнермен және 500-ге жуық компаниялармен бірнеше мәрте келіссөздер жүргізіліп, жұмыс орындарын сақтау, жалақыларын сақтау жөнінде қатаң түрде іс-әрекеттер жүргізіліп жатыр. Себебі ол адамдар бүгінгі әрине COVID-19 індетіне байланысты, себептерге байланысты шығарылғанмен, оның да жанұясы бар, күн көру керек деген сияқты. Сондықтан да бүгінгі таңда осы жердегі адамдардың қазір 10-нан 20-ға дейінгі мониторингілік топтар жұмыс жасап жатыр. Әкімшілік, полиция қызметкерлері, СЭС қызметкерлері және Теңізшевройл жауапкершілігі шектеулінің әрбір қызметкері. Егер осы жерде қызметкерлер барлығы да талапты сақтап жөлде жеделдетін болса, қайтадан жұмысқа қосуға, тезірек қосуға ықпалдық жасар еді. Сол үшін қазір арнайы жоспарлармен жұмыстарды жүйелендіріп жатырмыз. Енді Теңізшевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директорының мәлімдеуінше, енді маусым, шілде айларында қайтадан жұмысқа азаматтарды қосу. Себебі біздер бұл жерді жүйелендіріп тазалатып алмайынша, біз қайта-қайта ол адамдарды науқасқа шалдырып тұруға біздің құқымыз жоқ. Түсінікті. Нұрлан мырза, сіз не дейсіз? Толығымен келісем, Бақытгүл ханыммен. Енді қазіргі таңда кішкене күту керек, сабыр сақтау керек, өйткені 10 мыңдаған мердігерлердің мен жұмыс істеп жатқан жұмысшылар күттіде. Бүгінгі таңда Теңізшевройл компаниясы 2 айға жалақы төлейміз деген, бірақ енді жас кезінде белгісіз не болатыны. Егер жұмыс жанданбаса, онда көптеген мыңдаған, 10 мыңдаған адамдар жұмыссыз қалуы мүмкін. Өйткені Теңізшевройл компаниясы енді 2 айға жарай жұмыссыз төледі, бірақ енді ары қарай төлей алмайды ғой. Мұнайдың бағасы түсіп кетті. Енді мемлекет тарапынан осы мәселеге көңіл аудару керек. Жалпы осы 2 ай кезеңде біздің мемлекеттік қазынамыз қанша қаржыдан қағылады? Енді қаржы бойынша мұнай бағасының құлдырауы бойынша ұлттық экономика министрлігі осы 2020 жылы бюджет 2 триллион теңге ала алмайды деп мәлімдеме жасаған болатын. Мысалы, былтыр ұлттық қорға түскен 3,5 триллион теңге болатын. Бұл ұлттық қорға және республикалық бюджетке мұнай салығынан, экспорттық салығынан 1 триллион теңге түсетін болатын. Бірақ енді қазіргі таңда мұнайдың бағасын көріп жатсыздар, өте төмен. Республикалық бюджетке түсетін 300 миллиард теңге шамасында, ал ұлттық қорға түсетін 1 триллионға ғана жетсе жақсы болады. Кемінде 2 триллион теңгеден айырыламыз осы жылы. Түсінікті. Рахмет, айта кетейін біздің сұрақ. Мен бір мәселені Нұрлан мырзаның сөзіне қосылып кетейін. Расында да
Әрине, қазір бізге нақты сөз, нақты қолымызда көрсеткіш дәйек керек. Бұл жерде әрбір қаражаттың артында әрбір адамның өмірі тұр деген сөз. Сондықтан да бүгінгі таңда қазір енді қолдан келген шаралардың бірі, бүгінгі күннің өзінде біз қазір 15-тен 30-ға дейін мердігер компаниялармен келісіп, осы еңбек инспекциясының басшылығы да бар Атырау облысының. Сондықтан да қазіргі таңда мынау үйлеріндегі осындай кезеңге байланысты үйлерінде қалған азаматтарға жалақыларын толық көлемде төлеу үшін біздер жағдай ықпалдастық жасап жатырмыз. Сондықтан да әрине бұл Құдай қаласа бұл жердің тазалығы тездетіп, жеделдетіп ашылуы, ол адамдарымыздың тездетіп жалақы табуына әкелетіндігі рас. Бір-бірімен жүйелендірген мәселе деуге болады. Рахмет. Дұрыс айтасыз. Рахмет, айта кетейін, біздің сұрақтарға жауап берген Қазақстанның мұнай сервис компаниялар одағының бас директоры Нұрлан Жұмағұлов пен Атырау облысы әкімінің орынбасары Бақытгүл Хаменова болатын.